Сізге оқуға берілген ғабит мүсіреповтің жапон балладасы шығармасының көз әңгімесі эпизодын қарастыруды шештім және баяндау барысында жалпы анық негізгі және қосымша ақпаратты таба алдым деп санаймын. Біріншіден, әрине 1945 жылы Хиросима қаласында ядролық қару іске асырылып, қаланы толықтай қиратып, 1-2 секунд аралығында жүздеген мыңдаған адамдардың жер бетінен жоюы бұл әрине негізгі ақпарат болып табылады. Бұл оқиғаның сипатталуы мен түрлі әдеби амалдар арқылы жеткізілуі маған аса әсер етті деп санаймын. Мысалы, тас балқып, темір еріп деген сөздер қай елде де болу керек деген жолдар арқылы жарылыстың сондай қауіпті болған деңгейі мен жалпы масштабын жеткізу үшін қолданылса, үлкен бір қала көзіңді ашып жұмғанша күл болып аспанға ұшып кеткен неменеге тең емес. Автордың көз алдындағы, яғни соңғы рет орын алған бейнені қабылдай алмауы жайлы жеке пікірталасына назар аударады. Екінші тағы бір маңызды зор мәлімет ретінде, қаланың соғыстық мекен емес, жалпы қарапайым бейбіт қаласы болатын жалпы шамамен детальді ақпарат ретінде санаймын. Себебі оны автор біреуге істеген зұлымдығы жоқ, әзірлеп жатқан қауіпі де жоқ, қызығары да жоқ деген қала деп сипаттап, жалпы қаланың елді мекеннің жаудың бұндай қаталдығына лайықты болмағанына терең жеткізеді. Бұл ақпарат мәтінді түсіну үшін ең маңызды болып табылады, өйткені ол оның сюжетін, кейіпкерлерін және негізгі оқиғаларын анықтайды. Ол оқырманға мәтінде не болып жатқанын және неге екендігі туралы түсінік береді. Ал детальді ақпаратқа көшетін болсақ, онда ол мысалы тіпті қалада жұмыс ресурстары жеткіліксіз болғандықтан 23 қызды мектепті жөндеуге жібергеніне көрініс табады. Сонымен қатар жазушы бірінші беттен өз достарына, әсіресе Айконың мінезі мен сырт келбетін толықты сипаттап өтіп, олар арасында жақын қарым-қатынастың көрінісі болып табылады. Мысалға алсақ, ол менің көзімен қызықса, мен оның саусақтарына қызығушы едім сияқты тармақтар негізінде оқырман олардың татулық және мейірімге толы достығына аңғара аламыз деп санаймын. Яғни осылай келе алдында айтылып өткен негізгі және қосымша ақпаратты бірге қарастырсақ, менің ойымша мәтіндегі негізгі мәселені анықтай аламыз. Яғни ол ядролық қару қолдану барысында пайда болатын жергілікті халық пен әлем үшін зияндары және кері әсері. Яғни автор бұл проблемаға қарапайым 20 ғасыр Жапония тұрғыны образынан келіп, көру қабілетін жоғалтқан оқушының ішкі, яғни шиеленістер мен бұндай әділетсіздікпен келіспеуін бір жеткізе алғанына еш күмән жоқ. Сол позицияны нақты жеткізіп, әлемнің бұл мәселеге қатысты көзін ашу үшін автор үзіндінің соңында сондайды жоқ ететін күштерді сөндіремін деген әрекетке шақыратын лозунгпен аяқтап, бұндай әсерлеуші эффектісі бар тұжырым негізінде қобалжу мен уайымдауды білдіреді. Сол себепті автордың айтуға тырысып жатқан идеясы, ол менің ойымша, яғни Хиросимада орын алған жағдай адамзатқа, яғни қарсы сұмдық әрекет, мыңдаған адамдар өмірінен айырылса, кейбіреу мүгедек болып қалды деген бір тұжырым. Себебі яғни автордың айтуға тырысып жатқан ең алғашқы идеясы, мысалы, бұндай жағдайдың қайталауына ешқашан жол бермеу керек. Біз жаңа әлем ұрпағы бұндай қылмыстардың қайталанбауына күш қосып мүмкіндігінше болдырмауымыз тиіс. Бұған ұқсас оқиға Қазақстанда да орын алғанын есімізде бар шығар, өйткені КСРО кезеңіндегі Семей облысы аймағында жүргізілген сынақтар 49 жылы басталып 91 жылы ғана бітсе, мыңдаған адам осы период аралығында мүгедек қалса, денсаулық проблемаларына ие болса, қалғандары қайтыс болып, жалпы қайғылы осы трагедияның құрбандарына айналды. Бұндай ұқсастық біз екі халықтың біріктіретін қайғылы тарихтың одақтан көрсете алады. Жалпы мәтінді оқу барысында менің ойыма келген алғашқы идея ол әрине баяндаушының, яғни 15 жастағы қыздың жеке трагедиясы айнасы негізінде үлкен көптеген миллиондаған халықтың тозаңға айналып үйлер мен ғимараттар аспанға көтерілген трагедияны жеткізу әдісі. Жай ғана қыздың өмір сүру талпынысы мен болашаққа деген сенімдері бір сәтте жоқ болып, толықты өз армандары мен мақсаттарына жетуге мүмкіндігін жоғалтты. Ал ол сияқты сол кезде және басқа да ұқсас оқиғалар барысында миллиондаған жұрт осындай жағдаяттарға тап болып, өмір соңына дейін мүгедек болып, уақыт өте психологиялық тұрғыдан да құлдырап мүгедекке де айналуы ықтимал. Ал жергілікті инфрақұрылым мен қоршаған орта қалпына тек уақыт өте келіп, бүкіл проблеманың анық демонстрациясы рөлін ойнайды. Қорытындылай келе, менің ойымша, Хиросиманы атом бомбалау бүкіл әлемге үлкен әсер етті. Яғни ол соғыс қасіреті мен бейбітшілікке қажеттілігінің символына айналып, бұл оқиғаның қайталауын болдырмау үшін соғыстың жалпы бүкіл ядролық қару қауіпті тоқтату керек дәл қазір. Яғни әлемнің барлық елдері бейбітшілік пен қауіпсіздікке қол жеткізу үшін бірігу керек және ортақ шешімге келу керек деген тұжырымға келдім. Менің ойымша, ғабит мүсіреповтің шығармасы негізінде бүкіл әлемнің ядролық қарудан және ядролық сынақтардан бас тартуы бұл адамзаттың бақытты болашағы үшін кілті болып табылады. Және осыдан бастасақ, онда өзге де мәселелерге шешім таба аламыз деп ойлаймын. Б. Қазақ тілі айтылым. Жапон балладасының көздің әңгімесі бөлімін талдау. Мәтінде ғабит мүсірепов көрсеткен негізгі ақпаратқа Хиросима қаласында түсірілген
жарылыстың және де осы жарылыстың зардаптары негізгі ақпаратқа жатады. Және де осы бөлімдегі басты кейіпкер және де оның құрдасы Айко осы жарылыс болған кезде қаланың қасында болуы туралы айтылған. Және де негізгі ақпаратқа осы басты кейіпкердің ауруханаға түсіп уақытша соқыр болуын айтуға болады. Ал қосымша ақпаратқа келетін болсақ, онда бұл жерде басты кейіпкердің сырт келбеті, оның көзінің мөлдірлігі, әдемілігі және де басты кейіпкер айтып кеткен көптеген қосымша детальдар, қосымша ақпарат болып табылады. Ал мәтіннің басты мәселесіне келетін болсақ, Ғабит Мүсірепов Жапон балладасында толығымен Жапониядағы Хиросима және Нагасаки қалаларына түсірілген бомбалар мен болған жарылыстың зардаптары туралы мәселені көтереді. Бұл оқиға толығымен дүниежүзі тарихында және де Жапон тарихында үлкен ізін қалдырған деп айтуға болады. Және де бұл мәселе Қазақстанда да кездескен. Атом бомбасы және де оның зардаптарын Қазақстанда көбіне тіпті Жапоннан да көбірек зардаптарын кешкен деп айтуға болады. Себебі тарихтан білетініміздей Семипалатинск полигонында және де сол полигонда болған жарылыстардың, тестілеудің зардаптары көптеген осы жарылыстар туралы ақпараттар көбіне белгісіз, бірақ осы зардаптарын біз қазір де шегудеміз. Себебі осы жарылыстар экономикалық тұрғыда үлкен жаман жақтарын да келеді. Толығымен сипаттап сараптайтын болсақ, ең біріншіден Ғабит Мүсіреповтің осы оқиғада болмаса да, өзі жапондық болмаса да, Хиросимадағы жарылыстағы қасіретті жақсы сипаттай отыра, Жапон еліндегі адамдарға терең сезімталдығын көрсетіп, қасіретті басқа елдерге де көрсетуін айтып кетуге болады. Мысалға, көздің әңгімесінде ол осы жарылысты көрген адам басты кейіпкердің кешкен зардаптарын сипаттап білді. Басты кейіпкер өзінің жан құрдасы Айкодан айырылады. Ол жарылыс кезінде 15 жаста болса да, 20 жылдан кейін де осы зардаптар әлі де болып, оның соқырлығы да әлі де кетпеген. Тіпті жарылыстан кейін оянған кезде ол көзін айтып та қоймай, тіпті қол-аяғының бүтін болғанына күмәнданып бастайды. Ғабит Мүсірепов бізге айтқан басты кейіпкерлер шын өмірде болмаса да, осы оқиға шын өмірде болған. Сондықтан Ғабит Мүсірепов осы Жапон балладасы арқылы көрсеткен оқиғасы тарих үшін өте маңызды және Жапон елі үшін өте маңызды деп ойлаймын. Және де Хиросимада болған оқиға 1945 жылы болса да, бұл Жапон балладасы Ғабит Мүсіреповпен 1967 жылы шығарылған болатын. 20 шақты жыл өтсе де, Ғабит Мүсірепов осы мәселені ұмытпай, Жапон балладасы сияқты туынды шығарған болатын. Осылайша Ғабит Мүсірепов жапондықтарға сезімталдығын көрсетіп, атомдық жарылыстардың қауіптілігі мен сұмдық зардаптарын көрсеткен болатын. Және де біздің еліміздің тарихында орын алған Невада-Семей қозғалысы, Семипалатинсктің жабылуы да өте маңызды деп санаймын. Себебі бұл шынымен де атомдық бомбалар мен атомдық жарылыстар адамзаттағы ең қауіпті заттардың бірі болып саналады. Қорытындылай келе, Ғабит Мүсірепов Жапон балладасы арқылы атомдық қарудың қауіптілігі мен оның зардаптарын сипаттап отыра, көптеген ұрпақтарға оның зардаптарын көрсеткен болатын. Осылайша біз болашақта осындай Ғабит Мүсіреповтің Жапон балладасы және де басқа туындылар арқылы атомдық қарудың зардаптарын көріп отыра, болашақта адамзат осы қателіктерді болдырмауына көмектесе аламыз.